Декабрьдин басында Саламычтын өзү звондады. Жанагы Дандидан болду 100% ұсыныс. Виктория. Олимпиакос. Смысл көрген жокмун Казакстан ичинде команда ауыстырууга. Если башка ұсыныс болмаган кезде эл майда точно калат элем. Көбүсү биле бермейди го мен кандай Казакстан ичинде футболда көп нелерден өттүм, жана кыйынчылыктардан. Ал башка командаларга келетін болсак, Астана, Ақтөбе. Бирок оларды сен карастырмадың. Жок, карастырган жок. Жанкерлерге айтарым, колдоп жүрүңүздөр. Бизде кай командада болмасак да Кандай аяк улуттук курамамызды көтөрүп ой. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Аман Вайп YouTube арнасында кезекті шығарылым. Бүгін менде қонаққа бір ерекше өзімнің күйеу балам, былтырғы Қазақстан премьер-лигасын айырған, Қазақстан ұлттық құрамасында ең көп гол соққан, жалпы қазіргі таңда Қазақстанның ең үздік футболшыларының бірі Ғалымжан Кенжебек келіп отыр. Годи, қош келдің. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Құтты болсын, көтерген шаңырағын. Бақытты болыңдар. Рахмет үлкен. Аумин. Қазақстанға бір белгілі үлгілі семьялардың бірі болыңдар. Алла қаласа. Ал кеттік енді. Годи, басты әрине жаңалық сенің ресейлік Ахмат деген клубқа ауысуын. Бұл жаңағы Грозный қаласының командасы. Жалпы Годи қайда кетеді, көп деген әңгіме шықты ғой. Енді сен Елімайдан кеткеннен кейін, жалпы Елімайдан сен кеттім деп өзін Ахматқа Ғалымжан кетеді дегеннен кейін объявление жасадың ғой. Рахмет, семейліктер күшті жылдар болды деп. Енді ең басына келетін болсақ, Ғалымжан Кенжебекке қандай клубтар ұсыныс жасады? Вот предметный ұсыныс, өткені бұл жерде Олимпиакос, Виктория Плзень, Краснодар, Локомотив, Данди Юнайтед деген көп деген список болды. Соның қай клубтың интересі предметный болды дейді ғой, былайша айтқанда? Негізі көп командадан ұсыныс болды. Аяғында Ахмат қабылдадық. Неге? Өйткені бас бапкер звондады. Ол жерде енді жақсы командада қазақ досым бар. Мысалы, бас бапкер өзі звондап қызыққаннан кейін маған да қызық болды. Ал басқа ұсыныстарға келетін болсақ, біраз точно бір 3-4 команда өзім білуімше, 3-4 командамен сөйлестім. Бірақ аяғында Ахмат клубын таңдадық. Бұл жерде сол 3-4 команда, қай командалар айта аласың ба? Неге және бола алмай қалды, ол переход саған ұнамай қалды ма, әлде жаңағы ақша жағынан дұрыс емес пе, чемпионаттың әлсіздігі ме екен мүмкін? Неге ол командалар мен сен нақты бір мәмілеге келе алмадың? Өзімді Ахматтан уверенно Ахматтан өсем деп ойладым. Сол үшін Ахмат таңдадым. Ал басқа клубтарға келетін болсақ, жаңағы Дандидан болды 100% ұсыныс. Виктория. Сосын Олимпиакос жоқ. Болған жоқ, предметте. Жай сөз. Жай интерес болған шығар, бірақ маған келген жоқ қандай. Краснодар деген әңгіме шықты. Болды, ол клубты. Ал қара енді Краснодар қазір Ресей премьер-лигасында бірінші орында тұрған команда. Енді воспитанниктер көп қой, Галицкийдің командасы. Краснодарға бару тиімді болды ма? Жалпы қаржылық жағынан әлде бір өсе алмайым, мүмкіндік бермей ме? Сен үшін енді қазір ең маңыздысы бұл ойнау, практика керек, ойнау керек. Қазақстан ұлттық құрамасының лидерісің. Сондай бір ойлар болды ма? Агентпен сөзгенде, ал бұл командамен ойнамай қалама, отырып қалам деген секілді. Жоқ, менде ондай ешқашан қорқыныш болмаған. Жақындарым біледі ондайды. Мен қандай жігіт екенін, ондай конкуренциядан қорқпаймын. Бірақ ол жерде көбісіне айта бермейтін жаңағы нелер, нюанстар бар да, бара алмайтын басқа командаларға. Сол үшін контракт жағынан айтып отырмын да, жаңағы нюанстар бар, бара алмайтын. Сол үшін аяғындағы шешіміміз Ахмат болды. Еш өкінбеймін Ахмат таңдағаныма. Өкінбе, бұл Ресей премьер-лигасы жақсы команда, бұл жерде конкуренция, бұл өсу бар. Оған қазір келеміз командаға. Жалпы жаңа сен айтып отырсың, Станислав Саламыч саған өзі звондады, агентке емес, бірінші саған звондады. Бұл әңгіме қашан болды? Бірінші қоңырау шалғанда не деп айтты саған? Декабрьдин басында Саламычтын өзі звондады. Өзі айтты. Отбасың қалай деп бірінші қал жағдайым сұрады. Алыстан бастадым. Жоқ, солай қал жағдайым сұрап, сосын өзі айтты. Ал сенде номері сақталған ма Саламычтың?
маған ертерек айтып қойды қазір. Ескертті саған звондайды, ал обязательно. Маған айтты, сосын звондап айтты, саған бізге келсең жақсы болады, ойнайсың дегендей қылып айтты. Сол үшін ол декабрьдің басында болды. Мен январьдың басында контракт жаздым. Бір айдан кейін жаздың. Иә. Оған дейін жаңағы полный декабрь басқа командалармен сөйлестік. Параллельно сөйлесіп жүрдің. Енді ойланып жүрдік қай жерге барамыз деп. Бағана барлығын обсуждать етіп, агенттерімізбен, отбасымызбен сол демалғанша уақыттың бәрі өтіп кетті. Менің білуімше енді семейлік Елімайда сені өз сапында қалдырғысы келген, қатты қалдырғысы келген. Елімаймен жалпы Елімайдан бөлек Қазақстан командаларының ұсыныс түсті ме? Ғалымжан бізге кел, бізге ойна деп. Иә, бірінші айтарым Елімайға үлкен рахмет. Өйткені осындай ұсыныстардың бәрі жаңағы последний сезонда ойнағаным үшін шығар. Елімаймен, Қазақстан ұлттық құрамасымен прогресс болғандықтан осындай ұсыныстар болды. Осы ойынның арқасында қазір Ахматта жүрмін. Сол үшін үлкен рахмет руководство, қала, Семей, бүкіл тренерский штабқа. Ал басқа командаларға келетін болсақ, Астана, Ақтөбе. Бірақ оларды сен қарастырмадың? Жоқ, қарастырған жоқ. Сосын бір андай ақпарат шықты ғой, егер Ғалымжан Кенжебек Қазақстанда қалатын болса, тек Елімайда қалады. Бұл да рас болды ма? Әлде мысалға Грозныйға бармай, мысалға Астанада, енді Ақтөбеде ақшалық қаражат жағынан үлкен командалар ғой, олар әлеуеті де жоғары. Елімайда сен сонша бір жалақың көп болмады мысалға. Қайдан білесіздер? Соншалықты көп болмады мысалға. Қабылдаушы ма едің бұл ұсыныстарды? Өйткені мен білемін, екеуміз ең бірінші сөйлескен кезде сен айттың Ақтөбеге, Елімайдан бұрын Ақтөбеге баруың керек еді. Бірақ ол кезде сені лақтырып кетті деп айта алмаймын енді. Жайрожанға жетпейсің деп айтты саған. Иә, солай айтты. Кішкене көңіл күйім түсірді. Осы жолы айттым ба? Жоқ, Жайрожан бар сендерде, мен келмеймін деп. Жоқ, бірақ смысл көрген жоқпын Қазақстан ішінде команда ауыстыруға. Елімайда тем более получаться етіп атты, тренер доверять етіп атты, коллектив жақсы. Тем более Еврокубке осы жылы. Если басқа ұсыныс болмаған кезде Елімайда точно қалатын едім. Хорошо. Мына үрдісті жалпы қалай сен баға бересің? Өйткені жаңағы декабрьде айттың ғой, Ахмат шықты, былай шықты, Данди, Ғалымжан Олимпиакосқа ауысады, мына жаққа ауысады, барлығын оқып, саған бір қысым давление болды ма өзінше? Мынау халқым мені қазір Олимпиакосқа дейін апарды, мысалы, Данди Юнайтедке апарды. Бірақ соңында сен енді Ахматқа ауысып, көбісі айтты. Ғалымжан Кенжебек Ресей премьер-лигасына бара жатыр, ол лига біздің лигадан бір жоғары емес, ақшаны таңдады деген көптеген бір левый әңгімелер болды. Осыған назар аудардың ба? Иә, 2 ай демалдық қой, 2 айдың кезінде жаңағы Инстаграмға кірсең мен туралы публикация тұрады, сол кезде кішкене андай. Бірақ өзің білесің да, ондай ұсыныстар әлі болып отқан жоқ. Маған мысалға бір мықты команда ұсынса, неге бармасқа ол жерге? Ондай на самом деле жаңағы Инстаграмдағындай ұсыныстар болған жоқ менде. Сол үшін қалай айтсам болады, ожидание ғой, менен көп күтті да. Бірақ аяғында Ахматқа барғаннан кейін әдейі сол Селтик, Данди, Олимпиакосқа бармай жатқан секілді болып қалдың ғой, иә? На самом деле ондай әңгімелер болған жоқ. Егер болса, әрине Ғалымжан және оның жанындағы жолдастары, ата-анасы, агенттері барлығы оны саралап, саптап ойланады. Ең конкретный Ахмат болды, дұрыс па? Настырный. Конкретный көп вариант болды. Краковия болды Польшадан. Жаңағы Данди, Виктория. Бірақ по-любому андай контракт жазған кезде сенде полный нюанс керек та. Нюанстар совпадать етпеді біздікімен. Ол не только ақша жағынан, барлық жағынан. Мерзімі жағынан, иә? Иә, көп нелер бар. Тіл мысалға. Мен қорқам деп айтпаймын. Өйткені мен осыға дейін 2 елде болып келдім. Ондай ештеңе маған қорқыныш жоқ ше негізі. Кипр және Словакия. Сол үшін бірақ Ахмат таңдағаныма еш өкінбеймін. Өйткені Елімайда жүріп, мысалы Қазақстан премьер-лигасында ойнап, Қазақстан ұлттық құрамасына осылай көмектессем, Ресей премьер-лигасында құдай қаласа барым салып, одан да жоғары. Трамплин дейсің ғой? Иә, конечно. Максқа звондадың ба? Міне Макс шақырып жатыр, Ахмат қалай, жалпы ұнай ма, ұнамай ма? Өйткені енді Максимді де былай қарасақ, ол да левый вингер, Ғалымжан Кенжебекті ол да левый вингер.
бірақ ар правый, жақта ол қазір енді правый болып жүр да, ар жақта енді Ресейдің бір 25 жастағы қазір ойыншысы бар, Лечи Садулаев, капитан, Ахматтың капитаны. Сонымен бірге енді сен не болып қалдың? Бәсекелестік болып қалдың конкуренцияда. Максқа звондадың ба? Ауысайын деп жатырмын. Айтшы. Максқа звондадым, Макспен сөйлестік. Макс айтты, барлығы жақсы, кел, конечно. Келгің келсе кел деді. Ал жаңағы конкуренцияға келетін болсақ, тағы да айтам, ондай конкуренциядан қорықпаймын. Ол конкуренция только өсіреді бізді спортсмен ретінде. Және өзімнің күшіме сенем. Өйткені қаншама конкуренциялар жеңіп келе жатыр. БХ келген кезде тоқтап қалмаймыз. Черчесов не деді саған? Ғалымжан, өзің көрсетсең, міндетті түрде ойнайсың, немесе бізде Лечи бар, екінші таймда шығасың, джокер боласың деген бір әңгімелер болды ма жалпы араларында? Мен ойымша тренер ешқашан өзіне против жүрмейді ғой, сол үшін кім тренировкада көп доказать етеді, кім больше жұмыс жасайды, сол ойнайды. Ал мен ойым өзім жұмысым жасап, тренерге доказать етіп, ешкіммен конкурент етпеймін, балдармен, өзіммен конкурент етіп. Ал қасымдағы конкуренттеріме сәттілік, тек оларға жаман ойламаймын. Командамыз ғой все равно. Мысалға, ұлттық құрамамызда да қаншама вингеріміз бар мысалға ше. Бірақ бәріміз сыйысып әйтеуір жақсы нәтиже көрсетіп отырық қой қазір. Сол команданың арқасында бір-бірімізбен тіл табысып, ол только өсіреді бізді. Әрине, конкуренция бар жерде сен енді талпынасың ғой. Жаңағы пояс позициясында жүрген мысалға Лечи Садулаевтан да артық жұмыс жасайсың. Ол оны көреді, сен енді артық жұмыс жасағысы келеді. Бұл екеулеріне де әсерін тигізеді. Және әрине командадағы іштегі мәселе. Енді біз соңғы Ресей премьер-лигасында ойындарды қарасақ, апта сайын ойнайды ғой. Енді ол жерде темп бөлек, ол жерде жаңағы жылдамдықтар бөлек. Сол бірінші сбор сен барып қатыстың, КПЛ-дан кейін қалай жалпы қатысу? Олар немен артықшылық бар, немесе кемшілік бар сборларында, қалай жалпы ресейліктердің сборлары өтеді? Мен соңғы ойынымды, былай айтқанда, Поляда 15 ноябрь болдым Бельгияға қарсы. Содан кейін 2 айдан кейін январьдың 9 күні тренировкаға шықтым, 10 күні контракт жазғаннан кейін. Маған өте ауыр болды физически, бірақ хотя мен полный декабрь залда жаңағы жүгіріп барлығын істесем де, Поляда енді басқа ощущение басқа да ол жүгірген. Ал разницаға келетін болсақ, сол темп, скорость, тренировки, физика. Қалай қарсалды команда? Өйткені сол видеоларды қарасақ, барлығы сен жаңа гол салған кезде, пас берген кезде барлығы саған келіп, кәдімгідей құшақтасып, күліп, сен жаңа фотоларында көрсек, бәр жерде езу 32 түс. Атмосфера жақсы секілді. Жоқ, атмосфера жақсы, мен ондай бұлай күшті болады деп ойлаған жоқпын. Басында қиынырақ болды енді по-любому. Жаңа Қазақстанда үйреніп қалғаннан кейін, басында басқа команда, новый командаға барғанда всегда сондай ощущение болады. Любой футболистте болатын жар ол, любой адамда. Бірақ команда өте қазір үйреніп кеттім уже 10 күн ішінде. Қазір Құдай қаласа ертең екінші сборға аттанамыз. Сол кезде, сбор деген жақсы ғой, қазір командаға үйрен салып, зато чемпионатқа уже өзі как свой командада боласың да. Команда сол ішіндегі сбор атмосфера кім қарсы алды, кім қалай не істеді деген секілді. Жаңағы Инстаграмға келетін болсақ енді, конечно, олар біздің күліп отқан суреттерін қалдыра ма? Жоқ, мені салады бізді қазақтарды, потому что біздің жанкүйерлер өте белсенді, андай поддержка береді да. Сол үшін сол ұнайды маған ше. Андай Инстаграмға кіресің ғой, тек қазақтардың публикациялары андай активтары жесткий болып тұрады. Сол Ахматқа ауысқаннан кейін саған бір көптеген сообщениялар жазылған шығар, енді отметка жасап, комментарий жазып, оның ішінде бір негативті де бар, оған назар аударма. Бұл сенің бұл талғамын, сенің өмірін, сенің карьеран. Мен көбісіне келіспеймін, когда айтады енді РПЛ-ға кетті, ойбай біз сені басқа жерден көргіміз келген деген әңгімелер көп болды. Оларға назар аударма. Бастысы бұл саған жаңағы трамплин болады ғой Ресей премьер-лигасы. Біз яғни сол Бачокада мысалға Ростовқа барды, одан кейін ЦСКА кетті, ЦСКАдан Бешикташқа кетті деген секілді көп қой ондай мысалдар. 4 жылға отырдың контракт. 4 жыл енді Ахматтың ойыншысын, бұл көп емес пе негізі? 4 жыл деген. Бізде Қазақстанда енді білесің ғой, Аргентина 1 жылға, одан кейін басқа командада жүресің деген секілді. Елімайда жарты жыл болдым. Жарты жыл, Енді ол уже 4 жыл болғаннан кейін, бірақ 4 жыл болса да өзіңді жақсы қырынан көрсетсең, ойлаймын, дальше мықты командалар интерес болып, уже
сен туралы сөйлей бастайды. Ол сен 4 жыл боласың деген сөз емес қой ол жерде. Может, жақсы ойнасаң уже 1 жыл, 2 жыл. Так что барлық ойым ондай өзімнен ожидание күтпеймін. Қазіргі таңда тек барлық ойым осы Ахматта және ұлттық құрамада келе жатқан ойындарда. Сол кезде өзімді жақсы көрсетіп жатсам, дальше уже сөйлесеміз. Отступные деген бар шығар енді контракттың ішінде, иә? Бір определенный сумма. Ол жағын айта алмаймын енді, бар. Бар, иә? Ол жағын айта алмаймын, бірақ бар. Енді қара. Суммасын айта алмаймын. Жоқ, суммасы кері жоқ. Зарплатанда кері жоқ. Ол әрбір жеке конфиденциальный информация ғой. Жоқ, бар ғой адамдар енді зарплата сұрайды. Біледі. Шүкір де. Инстаграмға жазып қойғандар. Иә. Мен жеке прям сұраймын, қанша алып жатсың деп. Әлде комментарийге ақшаға сатылды ма екен деп. Өйткені ақпараттар шықты ғой. $40,000 деді, $50,000 деді, $30,000 деді. Енді ешкім білмейді ғой. Отбасымдан агенттер, мен только. Байса қазақ байсың деген сол. Иә, соған жұмыс жасап отырып қой енді, Аллаға шүкір. Сен қалай ойлайсың, жаңағы Ахматқа сен ауысуын, енді ең бастысы жаңағы сенің скиллдарыңды арттыру керек қой, мысалға, біз сен білеміз жаңағы сол қапталдан келесің, ортаға ойысасың, ұрасың деген секілді, жаңағы тренерлермен сөйлескен кезде қай жағынан саған әлі жұмыс жасау керек деді. Өйткені олар біліп тұр ғой, сен ойнағын көріп тұр, бірақ қазір Годи сен РПЛ-да ойнау үшін біздің жаңағы бірінші минуттардан саған қай аспектілерден қосу керек деп айтты. Енді бірінші 10 күнді алатын болсақ, менен көп требовать еткен переключение жаңағы. Оборонадан атакаға, атакадан оборонаға. Доп терять етсең, сразу қайтасың. Жоқ, қайтқанда отборға ступать етесің. Прессингке барасың. Прессингке. Бірақ ол жерден проблема жоқ менде, бірақ неде бар? Жаңағы кішкене пауза ұстап қалатын бар. Соны замечать еткеннен айтқан шығар, может, переключение. Біз доп тартып алған кезде сразу атакаға жүгіру керек, біз вингерлер. Сол жерде кішкене может пауза бар, соны ретте дегендей қылып айтты. Басқа бар жағынан нормальный деді ма? Ештеңе айтпаса, значит, бәрі жақсы. Гол соқтың. Гол соққаннан кейін раздевалкада ма, мүмкін жеке ме әңгіме ретінде бапкер не деді? Жақсы ойнадың, Годи? Әлде онда түкті айтпады? Енді өзің бір ішкі сезім қандай болды? Екінші ойын, бірінші сен стартта шыққан ойының ғой, енді жарайды, енді мейлі жолдастық ойын болса да, гол салдың, пас бердің, іштей бір болды ма? Міне мен сендер типа қазақтың баласы деген осы, мен сендерге көрсетем, әлі тек қана басы деп. Өзіне қандай бір мотивация, бір іштегі сезімдерің қандай болды? Қандай болады ғой? Новый командаға келген кезде кішкене жаңағы айтып отқандағындай кішкене волнение болады все равно. Даже айтып отырмын ғой, сборныйға басында матчтарға келген кезде волнение, дәл сол волнение новый командаға келген кезде болады ше. И гол салған кезде, ассист берген кезде андай бір успокоение болады бір андай. Өзің командаңда жүргендей, сені қабылдайтындай, сондай да, сол кайф та. А так өзіңді мақтаман деп ол жерде ондай ештеңе келмейді, просто жаңағы кайф сода да. Макс не деді сен көрген кезде алғашқы? Макс игрок матча деп ойнай прикол ұстап. Уже свой ғой ол жақта Ахмат. Иә, Макс. Қуанды ма сен алғаш көргенде? Макс па, иә, қуанды ғой. Қандай подсказка береді? Не істеу керек? Грозныйда қай жерге бару керек? Қалай өзін ұстау керек? Ол туралы әлі сөйлескен жоқпыз құдай қаласа. Грозныйда әлі болған жоқсың ғой? Грозныйда әлі болған жоқпын. Қазір Турцияда барып контракт жазып, қазір Турцияда әлі 2 сбор өтеміз. Бірінші сбор бітті. Сосын уже Грозныйға барамыз. Бірінші ойын Грозныйда. Контракт жалпы сен қойдың ғой, қол официально барсың командада, иә? Қашан қойдың контрактты? Январьдың басында? Январьдың 10-ына таман. 10-ына таман қойдың. Демек біздегі жаңағы информация Ғалымжан Кенжебек Ахматқа ауысқан деген бұл о кезде неофициальный болды. Дұрыс қой? Декабрьдің аяғындағы информация ма? Жоқ. Таң қалдың ба? Қалай, кімнен кетіп қалды? Қалай шыққан? Иә, оны ешкім вроде бы ешкім білмейтін еді негізінде. Отбасынан, жақындарымыздан басқаша. Представитель мен келесі күні Инстаграмда ашсам Ахмат. Соны түсінбей қалдым, кішкене кімнен келген. Енді ол инсайдерлер несі? Жарайды енді. Сол командаға ауыстым ғой. Болатын болды ғой? Болатыны болды. Иә. Енді кішігірім болашаққа назар аударсақ, жалпы өзіне қай лига баруға дұрыс деп ойлайсың? Қай лигада ойнауды армандайсың? Менің армандарым көп қой. Топ 5 лигасында ойнасам ба деп ойлаймын. Жалпы өзіне қандай чемпионат келеді деп ойлайсың мысалға? Өзінің техникана, жылдамдығына, скиллдарына? Германия, Испания, наверное.
Али Франц. Сүйікті команда қандай Април. сен? Менің сүйікті командам Барселона. Барселона. Барселона деп айтпай ақ қояйыншы, қазір Реал Мадридтің фанаттары шығады сосын. Жоқ да, яғни өзім талғамым ғой. Қайрат мен мысалға Барселона мен Реал емес, Реалға больше болеттеймін да. Бірақ Барселонаға жаңа көріп отырған адамдар Бітіреміз десеңші подкаст. құрметтеймін деп па, все, рахмет сау болыңыздар. Бұл подкаст шықпайды деп па. Жоқ, қалжың. Жоқ, дұрыс, Ғалымжан. Және айттық қой енді 4 жылға. Енді сен әлі жасың 22-де, допустим, праймда енді шығып жатсың. Сен ұлттық құрамаға ойындардың бәріне дәлел. Жаңағы бұл көптеген командалардың да несі интересі де бар деген секілді. Сол себептен жаңағы айтып тұрық қой, тағы да Ахматтың мысалында жақсы сол чемпионатқа баруына өте мықты ғой. Тем более Қазақстан премьер-лигасы және Россия премьер-лигасы кім не десе айырмашылығы өте қатты. Өйткені ол жерде футболшылар да жақсы, командалар да, инфраструктура да керемет. Иә, базалары да, жалпы передвижениялары да барлығы уровень ғой. Сол себептен Қазақстанға да кез келген уақытта қайтып келуге болады ғой деген секілді. Иә, ол командаға байланысты емес қой, игрокқа байланысты. Қай жерде болмасын, жақсы ойнаса, любой жерден интерес болады, так что жанкүйерлерге қолдап жүріңіздер деп айтқым келеді. Қай жерде болсақ та. Ана бір Нани, кім жаңағы Мозес, Пьянич дегендер естігенде, ой, мен қайтам деп ондай не болған жоқ па? Именно мен кетіп қалған кезде бұндай футболшылар келе жатыр деген ой болған жоқ па? Олар маған ойнау ондай қатты не емес. Қызық емес? Иә. Несі қызық болу керек? Одан да мықты игроктар бар ғой, олардан да. Просто қазір аттары сондай болып тұр да, имя. Енді біздің имиджге келейік қой, футболдың имиджіне. Өйткені жаңағы сол Нани, Мозестер келген кезде ресейліктер шулап кетті, міне қазақтар енді типа біз Мозес оларда ойнады ғой, Спартакта ойнады деген секілді. Тошичтер көп ойнады. Енді жалпы Ресейде Халк, Вицель дегендер ондай этаптан өтіп кетті ғой. Біз енді сондай этапқа келе жатырмыз дегендіге. Бірақ сен қалай ойлайсың, бұл имидж жағынан біздің жас қазақ футболшыларына керісінше не ғой? Көмек тиеді ғой, өйткені жаңағы сен тренировка жасап жүрсең, міне Нани келеді, Нани қалай ұрады, диетасы қандай деген секілді. Әлі жас футболшылар бәрібір ме? Енді сен кішкентай өскен кезде командада кімге қарадың, мысалы Қайратта, допустим? Исламхан. Иә. Қалай не істеп жатыр, не ішеді, не жейді деген. Жоқ, ондайына қараған жоқпын, ойынын айттым қатты, просто болды. Еліктедің өзін. Өзінің уверенності, 21 жасында Қайраттың сондай составына капитан болу әр адам қолынан келе бермейді. Сол үшін Исламханға қарайтын. Еліктеп деп айтпаймын, бірақ ойыны қатты ұнайтын. Қашан Грозныйға барасыңдар? Жаңа жилье жағынан не отыр? Кіммен барасың о жаққа? Келінмен барасың ба? Жалғыз барасың ба? Клуб бере ме? Өздеріңіз дейсіңдер ме? Февральдың аяғына, Құдай қаласа, үшінші сбор біткеннен кейін. Бірден Турциядан сол жаққа барасыңдар? Қазір көреміз енді қалай болатын. Может, сразу барамыз, может, Астанаға келіп, әйелімді алып, Грозныйға барам. Өткені мартта, 1 мартта жалмасам, ЦСКА-мен енді маусым 2 жартысы болады ғой оларда. Футболда, командада тренерден байланысты, тренер если жіберетін болса, барасын, жібермейтін болса, командамен жүреді. Саламыч кішігірім әзілге жақын болса қаталдау ғой, о жағынан. Қатал, иә, тренер қатал. Сразу рамка қойды ма, Ғалымжан, мынаны істеме деп, мысалға? Ондай личный әлі беседа болған жоқ, әлі алда болады деп ойлаймын тренермен. Жеке сөйлесу вообще қалай? Көп сөйлесе ме, Саламыч, футболшылармен? Ұлттық құрамада болғанда, мысалға, айтып жүрді ғой, мен Ғалымжан Кенжебекті мен аштым деп. Алғашқы ұлттық құрама мен шақырдым деп. Бұл менің футболшым. Былай қарап тұрсаң, иә, Саламыч шақырды мен бірінші ойынға. Дебют қой. Ол жерде мен қалай жаман ойнадым негізінде. Жаман ойнаған жоқпын, жақсы ойнадым деп айта алмаймын бірақ енді дебютыма сондай опытқа шақырды ғой, Австрияға и Норвегияға заявкаға түскен жоқ. Сол кісі 1 жылдан кейін өзі Ахматқа сол тренердің қол астында ойнайын деп жатырмын. Маған үлкен қалай айтсам болады? Доверие ме? Иә. Жүк. Сенім. Маған да жақсы. Қазақстанда жұмыс істеген бапкер. Тем более Грозныйдың адамдары қазақтар жақсы көреді деп чеченецтер. Көп факторлар ойнады. Енді сол факторлар бәрі бірігіп жолын болсын. Ғалымжан, біз әрдайым тілекшіміз. Енді жаңағы ислам кетіп жатыр, неге
Шотландияға Лев Скворцов кетіп жатыр бірінші Турция чемпионатында. Ол да бір не ғой, вызов қой, иә, адам үшін өз жерін, елін тастап, басқа жерге барып, бейімделу, ойнау деген секілді. Сондықтан енді ана бір футбольный приложенияларда Ахматты белгілеп қоямыз міндетті түрде. Өте қиын сендерде не календарь? ЦСКА, Локомотив, одан кейін кім бар? Акрон, Ростов, Краснодар. Арасында сборныйдың матчтары. Арасында наурызда сборный бар, FIFA сериясы. Бастысы Годи травмасыз аман жүр. Рахмет. Сенің жаңағы скиллдарыңды, сенің мінезіңді біле тұра. Ахматта міндетті түрде топ жарасын. Комментарий, андай сөздерге назар аударма. Бұл жанкүйерлердің сені жақсы көрмейді емес, сені наоборот жақсы көріп, саған жақсылық тілеп, саған тілекші болып бір жазып атқан түрлері ғой. Бізде сондай махаббат солай проявляет дейді, сен өзің білесің. Жоқ, енді сонда да андай больше приятно жазса бізге де как спортсмендерге андай мотивация береді. Сол кезде сол жанкерлерге айтарым, қолдап жүріңіздер, бізде қай командада болмасақ та аяқ ұлттық құрамамызды көтеру ғой. Қазақстанымызда, Құдай қаласа, осы составпен қазіргі ұлттық құрамадағы біраз жерге барамыз деген үміттеміз. Сенім бар. Алла қаласа барлықтарын жақсы ойнасаңыздар клубтарда, ол ұлттық құрамаға әсер етеді. Сондықтан құрметті көрермендер, Ғалымжанды міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Ана Ахматтың матчтары болған кезде Годи старт, Годи алға, Годи Макс. Еще Макс бар. Макс екеуін бірге шығарыңдар. Сонда активті көтерілсе, олар да түсінеді ғой. Сонда біз актив көтеріп, Интер секілді қайрап ойнан. Есіңде ме? Бірнеше рилс матч. Олар тек Қазақстанға көрінетінде істеген екен, иә? Істесе болды. Реал Мадрид қаншама пост рилстар шығарды. Оларын біледі ғой, бұл Инстаграм, бұл қазақтардың несі ғой, приложениясы ғой, Threads дегендер. Сондықтан құрметті көрермендер, Ғалымжанды қолдайық, Максты қолдайық, Ахматтың парақшаларына тіркелейік, Ғалымжанның парақшасына тіркелейік. Өйткені Ғалымжан енді ана кім зумерлер дейді ғой сіздерді. Барлығын оқисыздар, қарайсыздар комментарийға. Сол себептен комментарий оқуға нем жоқ қатты. Бірақ оқисың ғой? Оқимын арасында, бірақ андай адам жоқ енді. Андай бір болады ғой, комментарий оқып қойсаң, Ғалымжан қайда ауыстың, уже сразу оқығың келмей кетеді. Ал мына жерде Ғалымжан красавчик десе, екіншісі Ғалымжан давай топи десе, уже оқығың приятно, да? Ол психология ғой. Сондықтан тек қана жақсы жазу керек, сол жақсы энергия саған келеді да, ертең күшті настроениемен. Саған тек қана ата-анаң емес, жолдастар емес, бүкіл ел сеніп отыр қой. Өйткені енді Ғалымжан сен басқа жерде, сен Қазақстанның атынан шығып отқан спортшы болғандықтан, сен енді үлкен профессионал болады. Иә, ол сенімді тоже өзімде білем. Оны ақтаймын, Құдай қаласа ақтаймын деп ойлаймын. Және де өзімнен ожидание қаламаймын ешқашан. Өйткені ожидание, страдание ғой. Результатқа жұмыс істегім келмейді. Просто бүгінгі күнмен жақсы тренировка істеп, ойнан кайф ал. Иә, дальше қалай болады, солай болады. Бірақ үлкен мақсатпен алда армандап. Құрметті достар, бізді де қолдап кетіңіздер. Осы шығарылым ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, біздің арнаға тіркеліңіздер. Ғалымжанның Ресей премьер-лигасындағы кубок болып отыр ма? Ахмат бар ма кубокта? Ахмат кубокта жоқ. Ұшып кетті ойында. Онда Ресей премьер-лигасында Годи мен Макстың ойынын тамашалаңыздар. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Қазақ футболын бірге осылай дамытып, тілекші болып ұлдарға биік шыңдардан көре берейік. Годи, саған рахмет, уақытын бөлген үшін. Қырғандарыңызға рахмет. Екінші сборда сәттілік, жалпы сол айтып тұрмын ғой тағы да, аман есен, ешкімге қарама, ешкімді оқыма, жаман комментарийлерге мүлдем, тек қана өзің енді осыған дейін белгілі бір жетістікке жеттің ғой, белгілі бір шыңға жеттің ғой. Значит, барлығы дұрыс. Сен карьерада, сен өмірінде, жалпы адам ретінде қасиеттерінде сол қалпына тайма, келесі шыңдарға, биік шыңдарға жетелей бер. Алла қаласа сол Ахмат саған трамплин болып, 1-2 жылда сол жаңағы сен армандаған топ-5 чемпионаттан көретін бір арманымыз бар. Рахмет. Иә, жанкерлерге үлкен сәлем. Және көбісі біле бермейді ғой, мен қандай Қазақстан ішіне футболда көп нелерден өттім, жаңа қиыншылықтардан. Сол үшін қолдап жүріңіздер, бізде Қазақстан үшін ойнаймыз. Бәрі жақсы болады. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп.
бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман бай.